Сәлем, қалайсыздар? Жаздарыңыз қалай өтуде? Бүгін қай күн өзі? 31 тамыз. Жаз аяқталып қалған кезде қыркүйек ай жақындайды. Демек, оқушылар мектепке дайындалу керек. Алдымен неден бастайды? Иә, дұрыс. Базарға барып киім алу керек. Картонның үстіне туфли ауыстырасың, сонда сатушы оригинал, отвечаю, өзім де киемін. Ертесіне шырттай киініп алып, мектепке алғашқы қоңырауға барасың да, сыныптастарды көресің. Олар «Энс, тым өспепсің ғой, ақыл бойда емес, ойда». Линейкада ыстық бетіңнен ұрып тұрады. Күн өткізіп аласың. Көлеңкелейтін жер таптың. 11 класс оқитын бала жаңадан келген оқушыны иығына отырғызып, қоңырау соғып шығады. Білесіздер ме, дүйсенбі күндері азанда сынып тайт, миф, порошок сасып тұрады. Сабаққа дайындығым қалай деп сұрасаңыздар, үй жұмысын үйде орындау? Жоқ. 5 минут қалғанда көшіріп алу? Мұғалімнен сұрап алу ше. Сосын мұғалім кіріп келіп, қазір журналдың басынан бастап сұраймын. Артынан бастап сұраңызшы. Сабақ бойы ешкім тақтаға шықпайды. Барлығы тығылып отырады. Қоңырау жақындағанда бәріміз сабақ айтқыш болып кетеміз. Құдай үшін болса да таласты қойыңдаршы. Түс болғанда асханаға барасың. Ал онда 100 адам. Заманауи проблемалар заманауи шешім талап етеді. Ұялған аш қалады. Аш бала тоқ баламен ойнамайды. Ғафу өтінем, самса беріңіз. Сыныпта достарыңмен күліп отырған кезде мұғалім: «Қане, бізге де көрсет, біз де күлейік». Әпкей, бұл қазақ мемдары жайлы видео, жоғарыда шыққан сілтемені басып көрсеңіз болады. Жап аузыңды оңбаған. Бұрышқа тұр. Әйтеуір тәртіпті бұрышқа тұрып, енді отырасың. Еңбек сабағында қыздар тамақ жасауды үйренеді, ал жігіттер жақта темір-терсек. Қолыңа 2 шеге береді. Біреуін ағашқа қағасың, екіншісін қолыңа қағып тынасың. Одан шығып, дене шынықтыруға қарай жүресің. Ал онда ешкім жоқ. Сабақтан қашып кеткен. Ал сен сабақтан қашып көрдің бе? Естественно. Қаштың ба? Молодец. Енді олай істеме. Соңғысы бақылау болатын күні қос парағыңды алып, 5 минут оқитын сыныптасыңа елшілікке барасың, келіссөз жүргізесің. 5 есепке 1 донер. Серьезно ма? На, серьезно. Ты не верил. Қазір күнделік жоқ, күнделік кезет бар. Сен бүгіні сабақ жоқ, демалыс бар. Ал бақылау орны Сочи бар. Ал сіз мектебіңіз жайлы не айтар едіңіз? Комментарийға жазып қалдырыңыз.